Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге мен Сәкен достар. Бүгін бізде достар Майнкрафттан Сәкенстан дегеннің Сәкенстан деген қаланың екінші бөлімін жалғастыратын боламыз. Яғни бүгін мен серверға енді кіріп тұрмын. Сервер сәл қатып жатыр, оған мән бермеңіздер достар. Бұл уже екінші бөлімі. Алдында сіздерге айта кеткендей, достарым ойнайды деп едім, бірақ бұл жолы қолдары бос емес болды. Енді сол себепті жалғыз өзім ойнап жатырмын, бірақ келесіде точно ойнайтын боламын. Уже бір үй салынып тастаған ба? Әне достар, адамдар уже серверға кіріп, жаңағы мен Қаламстан деген, Нұрлан Қаламнан қарадым ғой, енді Сәкенстан деген менің фанаттарым серверға кіргенде Дискордтағы. Міне уже үй салып тастаған өздеріне выживаниемен. Мына жақта тек выживание. Әркім өзінің күшімен салу. Мен творческий дегенді өшіп тастадым вообще. Енді қолдана алмайтындай. Яғни міне выживаниемен неше сағат салған екен. Күшті ғой мынау. Кімнің үйі дейді? Ойыншы Қайрат үйі дейді. Қайрат, молодец, респект саған. Астында не мынау? Қора дейді. Қайрат қорасы дейді. Үстінде үй. Қайда? Ішін қарап шығайықшы. Күшті салынған екен. Достар, яғни менде сервер қатып жатса, мән бермеңіздер. Күшті екен. Күшті. Бірталай үй салып тастапты ғой адамдар. Осы үйді салыпты, күшті. Қайрат, молодец, сенің үйің маған ұнады. Әр жаққа да үйлер салып тастапты ғой же, достар. Бәрін қараймыз, уайымдамаңыздар. Сіздерге творческиймен көрсетейін ба, әлде выживаниемен көрсетіп жайын ба? Что-то күте тұрыңыздаршы, мен уақытшаға. Енді достар, қалпына келдім. Мен мана яғни мықты қатты неге қой жүрген бұрыла беретінге, қата беретін. Бірақ соның өзінде сервер достар қатып жатыр. Оған мен кінәлі емеспін. Бірақ мен барынша видеоны түсірім. Мына адамды Қайрат деген адам салыпты. Өте күшті достар. Нан қараңыздар үйі. Бұлай, мен бұған 10 балдан 8 бал берем. Әрі талпа үй бар. Менің үйім күшті игроктар да бар екен ғой. Жоқ, мен өз үйімді де не істетпеймін. Бұл президент үйі. Так что, мост салып тастапты ғой. Кім салған наны? Салғанда да күшті сапты. Мына үш үй еще достар. Мына бірталай адам салып тастапты ғой. Мосттікі, осы үш үйдің адамдар бірігіп салған шығар мостты. Сосын төртінші үй, бірақ төртінші үй менімен көрші да, маған жақын. Мыналар неге ана жаққа салып тастаған? Еще мост салған, база жоқ. Бірақ бұл мосттың не керегі бар бізге? Әдемілікке мәлді. Просто мына жерде өзен жоқ. Ладно, сол салған адамға да респект. Хотя сәл Сәкенстан дегенді жаңартып жатыр да. Кімнің үйі мынау? Нұрдәулет үйі дейді. Нұрдәулет, саған да респект. Достар, өте күшті істепті мынаны выживаниемен істеген. Жоқ, достар, маған сен салдың ғой, либо творческий беріп қойдың ғой ол адамға демеңіздер. Шынайы ниетпен айтайын. Осыны выживаниемен ана адамдар салды. Олар вообще творческий пайдалана алмайды. Даже мен пайдалана алатын шығармын, бірақ менің өзім выживаниемен үй салам. Ана үйді мен выживаниемен салған болатын. Сіздер сенбеулеріңіз мүмкін, енді сенбесеңіздер өздеріңіз. Күшті салған, бірақ неге ұқсап кетеді екен? Айтпай-ақ қойын. Кроват. Достар, если что менің даусым сәл өзгеріп кеткен болса, ол просто тамағым ауыр жүрді содан ғой. Міне екінші этажға огород жасап қойыпты. Бірақ күш жасаған Нұрдәулет деген адам. Еще таудың қасына анда бүйтіп қарап тұрады. Еще қыс
өте әдемі салыпты, ұйықтайсың мына жерге. Иә, базар жоқ достар, бұл үйді күшті салыпты. Яғни мына мостты қарап өтсек әдемі көрінетін шығар. Әдемі салыпты, мынандайлар фонарларды қайбай істеген шығар. Міне үш үй мына жаққа қарағанда. 1, 2, 3, қазір үшеуіне де кіріп шығам. Біреуіне кірдім, енді екеуіне кірейін. Мына жақ вообще әдемі. Ертең мына жерде үйлер әзірше аз, бірақ біртіндеп дамып басталады. Ертең қаптайды үйлер, уайымдамаңыздар. Сәкенстан деген көркем дейді. Себебі бұны ашқан мен, адамды да шақыратын мен. Даже сіздер ойнай аласыздар. Егер де менімен видеоға түскілеріңіз келсе ойнайсыздар. Қараңыздар достар, даже бұлар жерді астыдан шахтадан жерді қазып мына жаққа қойып тастаған ғой блокпен. Мына үйді көрдік, Нұрдәулеттің үйі. Мынаны көрекші. Ойыншы Бека 14 үйі бұзбаңдаршы дейді. Ой, ешкім бұзбайды, уайымдама. Сәкенстандағы заң яғни Сәкенстанда басшыға қарсы шығуға болмайды, президентке. Сосын үйлерді бұзбай ақ қойыңыздар. Өйткені әдемілікке ғой бұлардың. Мына үй әдемі екен. Мынау базар жоқ, бірақ күшті жасауған екен, кіресің. Бірақ бұған мен 10-нан 7 берем. Бұл Бека 14 деген жасаған екен. Бірақ маған көбінесе ұнағаны Нұрдәулеттің үйі. Бірақ Бека сенікі де нормально, бірақ 10-нан 7 берем. Мынаны кім жасаған екен? Мынандай блокты қайдан таптым? Ұзақ уақыт ойнаған шығар. Достар, сервер ашық тұр, сіздер ойнауларыңызға болады менсіз. Либо менмен де ойнауға болады. Так, кімнің үйі? Ойыншы Ердәулет үйі дейді. Достар, мына екеуі менің ойымша ағайынды сияқты. Нұрдәулет, Ердәулет. Міне Ердәулет салған. Бірақ Ердәулеттің үйі база жоқ. Бірақ маған бұл үй бұлай күшті ғой, тар болып көрінеді, бірақ сыртынан үлкен болып көрінеді, мынандай заттарды қаптап тастаған. Бірақ маған да ұнайды ғой көбінесе. Күшті. Өте әдемі. Мына жаққа туалет, ваннаны қалай жасап қойған олар. База жоқ. Әдемі достар, мынандай блоктан жасаған. Бұл араның ба, бірненің блок еді ғой. Екінші этажды көріп кетейік. Уже достар, мен сіздегі видео түсіріп жатсам, немене тез өтіп кетеді. 8 минут өтіп кетті уже. Видеолар енді 20 минуттан шығатын болады. Бөлмелер. Мынау компьютер дейді, күшті жасапты. Бірақ маған көбінесе ұнаған Ердәулет, саған да 10-нан 7 берем. Бірақ көріп отырсаң, маған бірақ көбінесе ұнағаны Нұрдәулеттің үйі. Және Нұрдәулеттің, және жаңағы Қайраттың үйі. Бірақ мына сіздердің үшеулеріңіз бірігіп, либо басқаларыңыз бірігіп салған мостыларыңыз әдемі екен. Мен бұған мостыға 10-нан 10 берем. Себебі мынаны қараңыздаршы, әдемі. Неше сағат жасадыңыздар, либо неше минут жасадыңыздар, соны маған комментарияға жазып кетіңіздерші. Либо дискордқа жазып кетіңіздер. Мен көріп отырамын. Дискордқа сәкенге істесеңіздер болады. Достар, қазір мен выживать етем, мен де үйді өзгертем. Әзір бұл екінші өлім ғой, мен әзір екінші өлім болған соң өзгертпей жатырмын. Келесіде өзгертем. Мен веб-камерамен кейде түсірем, кейде түсірмеймін, сіздерге айтып қояйын. Себебі достарыммен шыққан кезде мен веб-камерамен түсіре алмаймын. Себебі олар түрлерін көрсетпейді. Мүмкін көрсетер, бірақ веб-камерамен қатып кетеді. Мен өзім түсірсем веб-камерамен түсірем, достарыммен түсірсем былай түсірем. Бірақ нормально ғой былай түсірсем де, достар. Ешқандай қарсылықтарыңыз жоқ қой. Уже қаламыз Сәкенстанды қараңыздаршы. Уже әдемі болып тұр.
қараңыздар, районға уже қалаға айналып жатыр да үйлер әдемі болып ше. Мен еще шахталар бар. Бірақ шахталарға әзірше бармай-ақ қояйын. Бүгін біздер бір тірлік істеуіміз керек қой енді. Міне гүлдермен де әдемі болып тұр. Бірақ бұл гүлдер үй салына беретін болса жоқ болып кетеді ау. Бірақ нормально. Уже мына жақта ағаштар шауып салған достар. Көрдіңіздер ме? Жартысын қалдырып кеткен, жартысын шауып салған. Осылардың, міне, енді сенген шығарсыздар, міне ағаштарды қалдырып кеткен. Осы ағаштар жасағанда осы міне үйлерді, сосын керек емес болған соң осы жерге тастап кеткен. Мен енді арттарын жинаймын да жүремін. Нұрдәулет, енді менің серверімдегі адамдарды біліп тұрсыздар. Нұрдәулет, Ердәулет, тағым Қайрат, Бека дегенде оның дұрыс атын жазбапсың, бірақ Бека деген емес, шынайы атын жазып кетсе, ол неге керек маған? Бәрі Бека бергеш деп. Ладно, бірақ Бека деп те атауға болады. Міне уже топормен кестім. Біз не істеуге болады? Әзірше түк істемеймін ғой мен. Тек ағаштар шауа берейін. Шахтаға барайық, сосын қайда? Шахтаға барайық. Үйдің қасындағы шахтаға барам, басқасына бармаймын. Басқасына тек достарыммен бармасам. Ертең мен достарыммен ойнасам, өте қызық болады видео. Өзіме былай күшті ғой. Мысалы, сіздермен қазір өзіме мықты қызық емес болып қалатын шығар. Или қызық па достар, өздеріңіз айта кетіңіздер. Бірақ менің достарыммен шыққан кезде видео өте қызықты болады. Сосын көптеген маған баяғы аккаунтымда көбісін қырғыздар қарайтын болды. Қазақ емес, қырғыздар. Мен былай қуанам да, басқа ел қарап отыр. Өзімнің де елім, және басқа қырғыз елі де қарап отырды мені. Көбінесе менің даусымды ұнататын болды ма, білмеймін, бірақ мен достарыммен сөйлескенде, мысалы достарыммен ойнаған кезде даусым өзгеріп кетуі мүмкін. Себебі ол веб-камерамен қатысты ғой. Веб-камерамен да былай енді қазір даусым біртүрлі болып тұр, себебі енді ауырып тұрған соң солай. Бірақ ауырып тұрсам да сіздерге видео түсіріп жатырмын. Достар, мен қазір осы булыжникпен ағаштарды шауып бітірген кезде сіздерге видеоны қосатын боламын. Главный, достар, мен бітірдім. Яғни 2 64 булыжник таптым, және 1 64 ағаш тапқан болатынмын. Енді мен бұларға не істесем болады? Новыйдан үй салайын ба, әлде үйді осыған қосып салайын ба, әлде достарыммен бірге салайын ба? Соны сіздер комментарийға жаза кетіңіздер. Ал мен осымен видеоны аяқтаймын. Сіздермен болған мен Сәкен, достар. Әрбір серия сайын мүмкін үйлер тұруы мүмкін. Себебі серверге менің подписчиктерім кіріп үйлерін сала береді. Рұқсат сіздерге сала беріңіздер. Бірақ менің үйімнің қасынан салмаңыздар. Себебі менің үйімнің қасынан достарым салады. Сіздерге рұқсат мынандай жерлерге, мысалы таулы жаққа, мосты жаққа, сөйтіп атау шығарып кеттім ғой уже. Сол жаққа салуларыңызға рұқсат. Ал сосын достар, мен де ютубер болғым келеді. Яғни басқа ютуберлер сияқты 1000 подписчикке, 10.000 подписчикке, басқалар 100.000 сондайларға жетіп жатады. Мен болсам даже 6 подписчикпін. Енді 10 подписчикке жеткізіп жіберсеңіздер, әрғай 100 деп кете берем ғой енді. Сіздерден енді сұрайтын тек каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Осымен сіздегі видео қызықты болды ма, жаза кетіңіздер. Мен не істейін келесі видеода, соны айта кетіңіздер. Ал сіздермен болған мен Сәкен, достар. Сау болыңыздар.